Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен өте тез әрі дәмді болып шығатын, ең бастысы қолжетімді ингредиенттерден әзірленетін биф строганов тағамын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төс етін осылай жұқалап, ұзыншақ етіп турап алу қажет болады. Достар, бұл тағамның әзірленуі өте тез әрі оңай, сонымен қатар өте дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Сол себепті рецепті өздеріңізге сақтап алып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кезекте жуамызды да осылай төртбұрыштап турап алатын боламыз. Достар, менің каналымда бұдан да басқа ыстық тағамдардың, салаттардың, тіске басарлар мен тәттілердің рецептері өте көп, кіріп көрсеңіздер болады. Енді табада қызып тұрған майымызға тауық етін салып, араластырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Тауықтың еті тез пісетіндіктен шамамен 2-3 минут қуырамыз. Әбден қуырылған соң бетіне жуамызды салып, оны да араластыра отырып қуыратын боламыз. Сондай-ақ дәл осы жерде бір ас қасық ұн салып, оны да араластырамыз. Жуамыз әбден сарғайып қуырылған соң 200 мл суға езілген 2 ас қасық томат пастасын осылай құйып, оны да жақсылап араластырып, шамамен 5 минуттай бұқтырамыз. Ендігі кезекте өзіміздің қалауымыз бойынша специялар қоссақ болады. Яғни міндетті түрде тұз қосамыз, қара бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша паприка және кориандр қосуға болады. 1-2 минут бұқтырған соң үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз және де үккіштен өткізілген 2 бас чеснок, яғни сарымсағымызды салып жақсылап араластырамыз. 2 минуттан соң тамағымыз дайын болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай тамағымыз өте дәмді, әдемі болып шықты. Небәрі 20 минут уақытымыз кетті әзірлеуге. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептерде жүздескенше сау болыңыздар.